Термомикс пен бешбармақ. Бұдан оңай болу мүмкін емес. Сәлем ханымдар, бүгін біз қазақтың сүйікті тағамы бешбармақты термомиксті дайындаймыз. Қамыр илеуден бастап, ет көкөністер асуға дейін көрсетемін. Менімен бірге видео соңына дейін болыңыздар. Ең бірінші қамыр илейміз, ол үшін бізге осы тағамдар қажет болады. Ұн, жұмыртқа, су, тұз. Барлығын өлшеп чашаға салып, 15 секунд 5-ші жылдамдықта араластырамыз. Әрі қарай қамырды алып пакетке демалдыруға қоямыз. Дәл осы уақытта чашаны жуамыз, ал жуып жатқан кезде уақытты босқа өткізбей, етімізді жуа береміз. Менде үйде қазы болды. Қазы жарылып піспеу үшін тіс шұқитындармен әр жерден тессеңіз болады. Және де қасына ет қоссаңыз болады. Сосын көкөністер, картоп пен сәбіз. Чашаға су құйып 800 грамдай. 99 минут, яғни ең максималды уақыт варома және де 2-ші жылдамдыққа қоямыз. Буы шығып қайнап жатыр. Еттің көбігін алып, бақылап тұрудың қажеті жоқ. Ал ПП-дағыларға 2-ші жағына вароманың капуста қойсаңыз болады. Капуста қамырға қарағанда тез қорытылады. Әрі оны бұл жерде суға қайнатпаймыз, буға пісіреміз. Ет пен көкөністер буда пісіп жатқан кезде біз қамырды жайып, дайындап қойсақ болады. Бір-екі жуаны турап, оған сәл тұз, бұрыш және де сорпа құямыз. Уақыт өткен кезде сорпамызға тағы да қайнап тұрған ыстық судан құямыз және де тағы да 10 минут қайнатып аламыз. Енді біртіндеп қамырымызды салып қайнатсақ болады. 8 минут жетіп қалады. Тұздық, көкөністер және де қамырымыздың барлығын бір табаққа жинақтаймыз. Енді оған тұздық пен көкөністер турап саламыз. Бетіне етті қоямыз. Қолдан жазылған қамырдың дүкендегідей емес және де сорпаға піскесін дәмі тіл үйрердей. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Термомикс пен ас дайындау оңай әрі дамды. Келесі видеода кездескенше.